Күллі әлем мұсылмандары қасиетті Рамазан айын атап өтуде. Ол ең маңыздысы әрі құрметтісі. 24 сәуірден 23 мамыр аралығында Құдайға табынушылар ораза ұстанады. Осылайша күнәләрінен тазартылады. Биыл қасиетті айды ерекше жағдайда өткізуге тура келіп отыр. Төтенше жағдайдағы өзіндік оқшаулану Аллаға табынушы мұсылмандарының өміріне түзетулерін енгізді. Қазақстан мұсылмандарының діни басқармасының шешімімен кейбір дәстүрлерден, нақтырақ айтсақ, ауызашарға шақырудан бас тартуға тура келеді. Өзіндік оқшаулану режимінде ораза ұстау түсініктемелерімен рейдерлік мұсылмандарға мешіттің бас имамы Сейіт Айболат жүгінді. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Құрметті жақсылар, игі жақсылар, Алла субхана тағала баршамыздың дуа тілегімізді қабыл еткен болсын. Және де осы міне қасиетті ай болған, айлардың сұлтаны болған осы қасиетті Рамазан айы баршамызға құт береке әкелсін, береке бірлік берсін, әрбір отбасымызға амандық берсін, тауфиқ хидаят, тыныштық берсін. Енді құрметті жақсылар, осы қасиетті ай келіп қалған екен. Осы қасиетті айда әрбір уақытымызды тиімді пайдаланып, әрбір уақытымызды құлшылықпен өткізіп, әрбір уақытымызды Аллаға мінәжат етумен өткізетін болсақ, нұр үстіне нұр болады. Және де бұл қасиетті айда бір жақсылық жасаса 10 есе сауап жазылады деген. Тура сол сияқты бір жаманшылық жасаса 10 есе күнә жазылады деген. Сол үшін де біз осы айда күнәдан тыйылып жақсылық істеуге ұмтылуымыз керек. Және де қазіргі төтенше жағдайға байланысты біз жақсылықты қалай істеуіміз керек. Төтенше жағдайға байланысты біз қалай ауызашар беруіміз керек. Осындай қиын қыстау кезінде біз ең бірінші әуелі адамның жанын сақтап қалуымыз міндет болып есептеледі. Ал адамның жанын біз қалай сақтап қаламыз? Адамның жанын біз үйде отыру арқылы, өзімізді сақтау арқылы, басқа бір адамдардың жанын сақтап қалу арқылы біз адамдарды несеміз құтқарған болып есептелеміз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір хадисінде, егер сен бір адамды жанын сақтап қалатын болсан, онда бүкіл адамдарды құтқарғанмен тең деген. Ал енді сен бір адамды бұл дүниеден өтуіне себепші болсын десен, онда бүкіл адамдарды өлтіргенмен тең деген. Міне сол үшін де біз осы індетті таратпауымыз үшін үйде отырғанымыз абзал болады, құрметті жақсылар. Үйде отыру арқылы біз осы індетті таратпауға біз септігін тигіземіз. Ал енді ауызашар мәселесіне келетін болсақ, ауызашарды егер біреу шақырса бармай, өзіңіз басқа біреуді шақырмай, үйде өзіңіз жеке ауыз ашатын болсаңыз, міне осы сіздің жеке ауыз ашуыңыз басқа адамдарды сақтағанмен бірдей болады. Енді ауызашар ол сауапты іс. Ал адамның жанын сақтап қалу ол парыз іс. Сондықтан біз әуелі сауаптан қараған көрі біз парызды бірінші орындаймыз. Парызды орындағаннан кейін барып сауапты іс орындалып жататын болса, онда нұр үстіне нұр. Ал енді қазіргі кезде біз мына сауапты істі орындаймыз деп, бірақ адамның құндылығымыз жоғалтып алатын болсақ, онда керісінше сауапты ісіміз керісінше күнәлі іске ауысуы мүмкін. Міне сол үшін де құрметті жақсылар, осы қиын қыстау кезінде әрбіріміз баршамызға жанашыр болып, халыққа жанашыр болып, елге жанашыр болып, барлық адамдардың жанын сақтап қалуға атсалысуға шақырамын, құрметті жақсылар. Алла субхана тағала баршамыздан разы болсын. Биыл Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы әрбір жан адамның басына пітір садақа 370 теңгеден, ең аз мөлшері 370 теңге деп тағайындады, белгіледі, оны білесіздер. Енді қазіргі кезде осы қиын қыстау кезеңінде әрбір адам мешітке келіп пітір садақа беруі былай айтқан кезде мүмкін емес нәрсе. Өйткені біз мешітке жиналмауымыз керек. Енді пітір садақаны біз қалай береміз? Қазіргі кезде діни басқармадан интернет арқылы, Каспий Голд арқылы, яғни пітір садақаны беруге болады деп мүфти хазіретіміз осы Каспий Голдтан арнайы шот аштырды.
шот ашты. Соған салса болады. Және егер бұған салынмайтын болса, онда жаңағы жағдай жоқ адамдарды іздеп жүріп, 3-4 адамнан жиналып, сол жағдай жоқ адамдарға барып, міне мынау менен пітір садақам деп арнайы өзі апарып беретін болса, ол да өте үлкен сауап болып есептеледі. Міне сол үшін де құрметті жақсылар, бұл пітір садақа деген міне Рамазан айы уақыты бірінші күн кіргеннен бастап Рамазан айы біткен күні, яғни айт намазына дейін пітір садақаны әрбір адамзат баласы өзінің жаны үшін беру керек. Міне сол үшін де құрметті жақсылар, мен сіздерді шақырамын, пітір садақаны әуелі жағдай жоқ адамдарды іздеп жүріп берсеңіздер, нұр үстіне нұр болады. Алла баршамыздан разы болсын.